Ларри мен Джоан есімді қарт ерлі-зайыптылар үнемі сөзге келіп қалса да, іштей бір-біріне бауыр басқан жандар. Олар алдағы уақытта дүниеге келетін немересінің жынысын анықтау кешіне бара жатады. Джоан қатерлі ісікке шалдығып, өлім аузына жүрсе де ерлі-зайыптылар бұл сырды ешкімге тіс жармайды. Мерекеде Ларриге Джоанның Корей соғысында қаза тапқан алғашқы күйеуі Люктің суретін көрсетеді. Көп ұзамай қайғылы жағдай орын алады. Ларри кренделге шашылып, кенеттен көз жұмады. Өлімнен соң ол белгісіз бағытқа бет алған пойыз ішінде есін жияды. Онда ол дүниенің үйлестірушісі Аннамен танысады. Анна Ларридің тоғыспаға жандарын мәңгілік қай түрін таңдайтынын шешетін аралық кеңістікке тап болғанын түсіндіреді. Ол мәңгіліктің өз тақырыбы бар, бірақ таңдау қайтарылмайды. Таңдалған әлемнен қашуға әрекеттену жанды бостандыққа айдалану мәжбүр етеді. Ларри тоғыспада қалып сүйікті жарын күтуге ұйғарады. Бірнеше күннен кейін Джоан да қайтыс болады. Ол тоғыспада Ларримен қауышады. Бірақ мұнда оны Люк те күтіп тұр екен. Ол оны 67 жыл бойы күтеді.